сайғылы телесерджилер эфирде хаберлер студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалшан вешімдікі сатқа бөлі мәлімат. Таврида трассасының янын ақлиет тұйымы açılды. Қырым фермачылары бұл сене рекорд дәрежеде берекетні беклейлер. Açıq havada галерея енді тіби мөсесені оғы парлақ ресімлерінен ярыштырыла. Қырым Мундислік педагогика университетінің ансамблері Москва ве Парижге барып еттілер. Зеленский өз сериалыны өмірге кечірмеге тырыша, ама масал керчек олур мажыба. Бүгін ойы қарырады әрканыны іштен бошатып дағытты. Қайдатты кеме бұслар мөдеттен евелкі сайлавлар үшін балар қазанмасына да 2 ай бар. Бүгін Владимир Зеленский юқары радының топлашывында Украина президентінің ант сөзлеріні айтты. Яна сайланған президентінің инаугурациясы кечірілген тантаналы рада топлашывында мемлекетінің сабық үкімдарлары бұлындылар. Олар арасында Петр Порошенко, емде Балтика, Гурджистан, Канада ве Америка Қошма Штатларының векілері олды. Май 18 күні Авропаның ең yüksek Эльбрус дағының төпесіне Қырым татарларының байрағы ерлештірілді. Қабарда Балкариядан фаал инсанлар Ахмад Байсеев, Аслан Алтуев ве Мухаммед Муртазов дағының төпесіне көтеріліп Қырым татар байрағыны ерлештірділер. Қырым татарларының дешетлі сүргінлік елары ақта бұл фажаны өз башларындан кечірген инсанлар тариф етелер. Керічлі мен Гүл Сулейманова өз айлесі ве бұтын халқымыз оғраған сынавлар ақындай кәйе етті. Бұл күнлеріні көзгешсіз қатырламақның чәресі жоқ. Девамы бозым невбеті келіп қамызда. Менгүл Сулейманова 1930 сенесі еді қойу районының Казантип көйінде доғды. Олар тамам деңіз янында яшадылар. Айледі 4 бала бар еді. Бабалары балықчы еді. Өз евледларыны лезетлі балықнен ашата еді. Самые хорошие рыбы мы кушали. Вот эти камбалы, красные рыбы, икру. Красная икра, черная икра. Мама вот такая кружок делала всегда. Плюнули. Берем рот и плюем его. Красный, черный икра. А сейчас она стоит 1 миллион. Дженк вақтында немселер көйге келгенде ве бомбалар патланып башланғанда олар қомшы көйге қачмаға мечбур олдылар. Сон өз евлеріне қайттылар. Ама сонра оларны қанунсыз сүргінлік бекледі. Ана, баба, балалар, жылайлар, сиырлар, бақыра топландылар, әкеттілер бізні Ленинаға. 2 қат пойыз кете. Өлелер жолда тоқтаған ерде әкетті көмелер. Тапқан апақайлар да шоу ішінде, бала да шоу ішінде, өлі де шоу ішінде. Бір мал вагонында 50-ге яқын инсан болуна еді. Елда 18 күн олдылар. Бұл вақыт девамында оларға бір кере аш берілді. Ашымыз, ысымыз, башымыз кір. Келіп пойыз тоқтады. Кеттілер балалар, қазандарыма аш алып келділер. И ақ өтнеге алып келділер. Бірінші кері 18 күн дегенде. Бараклар, ачлық ве хасталықлар Орта Асияда Сулеймановлар айлесіні ағыр яшайыш бекледі. Ғурбетлікте тек бір үміт құртарды. Бұл ана ватанға, Қырымға қайтмақтыр. Шындай сильный, шындай ақылы балаларымыз бар екен. Олар жазалар ақшам. Кімге не әкетілежек? Қайырек кәт ташланacak. Лишне бір апақайма өзім әкетіп, Сақырон почтасына кәт ташладым. Ана біздің деламызны қараңыз. Менгүл Сулейманованың арзусы тек 1995 сенесі керчеклешті. Айлесінен бірабер о Қырымға қайтты. Шымды о керічте Қырым татарлар топлу яшаған жаны көйінде яшамақта. Оның 3 баласы вейеді торыны бар. Милетіміз мераметлі болсын, бір-бірінің қадырын білсін. Шымды Менгүл Сулейманова өз ана ватанында бақтлы өмір кечіре күн өз евінің пенжерелерінден бұйықтен бұйық құруджилықны көз ете. Қырым көпірі оның көздері өгінде тікленілді. Онбор еніш ерве екі ұст кечі тақиярға яқын ерде Таврида трассасының янын ақлет тұйымын açтылар. Иншаатның мехязлығына мұғберлеріміз де қимет кестілер. Оно имеется, потому что вот самый оптимальный вариант был... Ну, варианты будете рассматривать? Конечно, процесс проектирования. Смотрите этот вариант. Только так. Хорошо. Следующий. Сіз қызметчі шіркетінің веқрым нақлиет везірлігінің векілері бір ел девамында бежерген ішлеріні харитада көстерелер. Ярмаданын ең бұйық трассасының құруджилығына тамам бұл қадар вақыт кетті. Араба айдавчылары үшін Ахмеджетке доғру кіріш. Емді чөйінші ве байгелді көйлері йөнелішінде енішлер açılacak. Бұл қысым 11 еніштен ве 2 уст кечеттен ибарет веқрасу базар тарафтан пайтақтқа кіріш ерде ерлеші. Транспортный развязки, которые показывали в районе Мазанки, то есть идет полноценный и через нее развивается.
Яны трасса құруджилығы лейхасында әмді Ахмеджетіні айланып кечкен алуштаға yol бар. Бұ әнішні Мазынка койыны яқын ерде ачмаға планлаштыралар. Русия нақлиет везірлігі Евгений Дитрих Таврида трассасының ең бұйық нақлиет туымыне қимет кесмек үшін шақсын етіп келді. О әмді невбеттекі басамақларда шоссе құруджилығының кетішатыны тефтіш етті. Все в графике движемся к тому, чтобы дать новое качество жизни, новую трассу жителям Крыма. На сегодняшний день в целом готовность трассы более 60%. Если мы успеем открыть дорогу раньше, то на достаточно небольшое время. То есть для выполнения всех работ по инженерным укреплениям потребуется достаточно длительное время. Бұл нақлиет туйымы құрылыятқан Таврида трассасында 5-ші басамақның қысымы Ахмеджетіні айланып кечкен yoldır. Яқын кележекті оянны айланма yolны Векеріч Ахмеджет трассасының қысмынен бағылайжақ. Қырымны айланып кечкен yol айдавчылар үшін шымдылық қапалы олajaq. Запущены все съезды в направлении Симферополя и обратной столицы, в направлении Трудового, в направлении Урожайного. За исключением центральной части, то есть основного хода, который ведет на 5-й этап трассы Таврида, обход Симферополя. Тавриданың 5-ші басамағыны 2020 сенесі эксплуатацияға тапшырмаға планлаштыралар. Умумен араба yolu 18 нақлиет туйымынден ибарет олajaq. 4 yol ақылы шоссенің умуми ұзынлығы 250 километрден зияде олajaq. Рухсет етілген сурят 1 саатты 90-дан 110 километр гече олajaq. Султаниста Кайва, Руслан Минаев, Ильдар Заитов, Миллет үшін. Қырымның вице-премьер-везірі Михаил Селезнев истифаға чықты. Бұл вазифені ОЕК 2018 сенесі июль айындан айтып башлады ве ярмадамызның мескен коммуналь ходжалығында кураторлық етті. Назирлер шурасында хабар еткенлеріне көре вице-премьер-везірінің истифасы айлеви себеплерінен бағлы. Оның вазифелеріні енді Юлия Жукова айдайтыдек шымды о Қырым Жұмхуриетінің фиат ве тарифлер бойынша Девлет комитетінің ве мескен инспекциясының ребері ола. Бұл сене Қырым фермачылары ем берекеті рекорд дәрежеге етмесіні беклейлер. Бұақта Қырымның ко ходжалығы везірі Джурче ве Ахмеджет районларыны зиярет еткен вақыт хабараттам. Левхамызда тafsilatlы малюмат. Комбайн өз ішіні башлады. О отны бір келеден емчала, әмді доғырай. Бұл ерде еш бір дақаға біле тоқтамай. Сегодня главная задача нашего предприятия не просто заготовить и обеспечить вал, но и обеспечить качественной, питательной смесью. Поэтому все силы направлены на это. Бұйышны тешкермек үшін кой ходжалығы везірі келді. Айваны сравджилық үшін ерлерінің кефиеті yüksek seviyede olmalı. Бұл сене аграрийлер 1 гектардан ең аздан 20 центнер бұғдай еміні топламаға планлаштыралар. Бұғдай қарышмасының ұстыны мақсус пленканен қапаталар. Ояғмұр, ультрафиолет ве башқа зарарлы шелерден хорчалай. Комбайн ішінде аппарат бар. Ойемлерінің мақсус бактерияларының иләжілай. Сонрауларының бастыралар ве файдалы моделер қошалар. Бұл ал чоққа суд Сегодня мы находимся в стадии заготовки кормов. Уже заготовлено более 2000 тонн. Задача стоит 10 тысяч. Вы посмотрели, какой обновленный парк сегодня на заготовке. Это не то, что было 5 лет назад. Мы планируем до 100 тысяч тонн. Уже где-то около 50% заготовлено. Я думаю, что при таком благоприятном году мы должны заготовить на 1,5 года вперед. Руслан Ситхалилов фирма ходжалығында енді 30 елдан берле чалыша. О топрақ ішлетілмесінден ғайра айванлар үшін де ем азырлай. Оның айтқанына көре тракторжының іші еңгіл-дегіл. Өзішіні чоқ елар девамында елерлетіп, yüksek көстергічлерге еткені үшін ко ходжалығы везірі оны фахри ярлықнен тақдирледі. Стараемся работать, не подводить наше начальство, которое нам доверило такую технику. И вообще хозяйство, оно, как говорится, для населения заготовка мяса, молока и молочной продукции. Бүгін Джурчи фирмасында 360 сығыр бар. Олардан 250 сағыла. Бір суткада олар 80 000 тонна сут елде етелер. На сегодняшний день мы получили статус племенного хозяйства. Мы возобновили свое стадо и теперь уже сможем таких же, ничем не хуже голландских, то даже и лучше, которые уже адаптировались к условиям Крыма, продавать племенных животных. Қырымда Ивана сравджилығынен 6 фирма ұғраша. Бүгін ярмада суд мақсулатынен 40%-ға темин атылген. Кой ходжалығы везерінің сөзлеріне көре ел-елдан бұл көстергіч тек артажақ. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Магомед Нестуров, Миллет үшін.
Ижеретчилерні сұрғын етмеділер. Қырым Жұмхурияты бойынша ішкі ішлер везірлігі көтлевей малумат васталары язғаныны редеттілер. Бұл күдойвлар құрантасы ярмададан мечбур етіп көчірілгені ақта малуматтыр. Ана бала 2016 сенеге Киевде ешайдылер. Майсының 9-ында ғалібе парадында олар бессмертный полк юрышында ештірак етілер. Ве Георгий шеретчіклеріні кейділер. Бұның үшін оларны көтекледілер. Тамам шусене құранта Қырымға көчіп келді. Кемер Қырым көтлеве малумат васталары яқында күдойвлеріні Украинаға сұрғын еттілер деп хабар етті. Опубликованная в ряде СМИ информация о якобы депортации с территории Республики Крым семьи переселенцев не соответствует действительности. Граждане находятся на территории Российской Федерации на законных основаниях. Никаких решений о депортации в отношении данной семьи не принималось. Ахмездетте салғыр өзенінің бойларыны темізлеп башладылар. Өзені чөпліктен ве құру пұтақлардан гүнулелер ве шердемат журасының векілері темізледі. Талақада емде бізі мұхберлеріміз іштірак етті. Қырымның ең ұзын өзенінің бойлары чөплік иле толы. Бүгін салғыр свалкаға ошай. Это чисто там, где не мусорят. И это девиз. Я этот девиз пропагандирую не только в общественной жизни, но и для своих детей. И именно так воспитываю своих детей. И вот сегодня мы с удовольствием принимаем участие в этой акции уборки. Всем нашим дружным коллективам. Өзенні темізлемек рыжасы иле жемат шурасына мураджат еттілер. Тезден язве өзені тертіпке кетірмек лязым. Большие вопросы и к администрации, но я думаю, что мы согласуем эти вопросы. Это вопросы, связанные там, с благоустройством прилегающей территории. Я думаю, все эти вопросы будут отработаны. Также у общественного совета есть и большие планы по проведению, естественно, ежемесячных субботников с нашими друзьями, партнерами, которые выступают за нашу чистую столицу. Чөплік турбалары, колчақлар ве оптимистик дурум. Шишелерге узанып етмек үшін Виктория Равочкина қолына тая қалды. Все тяготеют всегда к воде, это нормально, особенно когда нет других источников воды, да, и море, в принципе, на расстоянии 30 километров. Поэтому визуально эта территория должна быть в порядке. Нужно приходить сюда с удовольствием, смотреть, чтобы здесь были птицы, чтобы были растения, а не было колоссального скопления мусора. Өзішінен фальджилер мемнун қалдылар. Бірқач саат içinde чөплік урнасы толды. Река – это всегда жизненная артерия населенного пункта, поэтому мы сегодня вышли с коллективом сюда и помогаем убирать мусор. Енді фальджилер гражданлар темізлекні қорчаларлар деген умутты. Өзенің башқа қысмыны келечек авта темізлемеге планаштыралар. Айша Шулакова, Севилия Меметова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Ахмездеттере сым сергісі açılды. Тақдим етілген әсерлер тарихта ең фажалы сәйфелерінден борыне бағышлана бұл қырым татарлар ватандан сұрғын етілі өдір. Тар соқақлар, ескі евчіклер, ана топрақның танылған ерлер өдір. Қырым ресамлары халқымыздың яшайшындаки чеші девірлеріні аксеттілер, еждатларымыздың ағыр күнлеріні мұғбіріміз Надия Исаева исатты. Ахмеджит шерінің сергі залында инсанлар Қырым ресамларының есерлеріні бақалар. Сүргілінке бағышланған сергіде ресамжылық қиметінің білгенлер топланды. Портрет, пейзаж, натюрморт ве графикалы ресімлер. Сергіде Қырым ұсталарынан 200-ге яқын ішлері тақдим етілген. Оларны епсіні сүргінлік мевзусы бірлештірем. С тех пор, как мы сюда переехали, создали Ассоциацию крымско-татарских художников и ежегодно на 18 мая мы проводим здесь выставку. Қырымлы Наталья Львова пайтақта яшаған яш ресам Лимарам Заеваның ішлеріні көрмек мақсадын келді. Бірінші кере телевизор экранында көрген еді. Енді есе өз көзлерінің көрмеге қарар алды. Это молодая девушка, она передала настоящий крымский колорит. Старинная улочка, вид крымских гор. Просто меня эта картина захватила. Ресам қайдетті ке бұл ішлерінің яратылмасына айлар ве еллар масраф етілі. Я раскрываю в них свою душу и хочу, чтобы зритель также почувствовал это, мои эмоции, которые я выражаю в своих картинах. Почувствовал, как я люблю Крым, как я люблю свой народ. И мне очень хотелось бы сказать о том, что я очень люблю свой народ. Хочу, чтобы он свободно жил в нашей земле родной, чтобы процветал и
чтобы не испытывал ни в коем случае гнета. Бірінші залда Қырым татарлардың тынч барышық яшайшына қысыткен эсерлер ерлеше. Бұл ғамсыз бала ойынлары, софра башында отырған қорынталар ве тарла ішлері. Екінші залда есе атып өлдірілген адамлар, мал вагонлары ве ғурбетлікте ағылаған милетіміз. Ен стадия элементлер ақиқи шедеврлеріні ярата. Тамам бұл ал әрбір зәречіні фажалы кешмешке далдыра. Наджия Исаева, Гера Абдулаев, Милет үшін. Қырым Мундислік педагогика университетінің хоры Московская весна капелла адлы учунчу халқара фестивальды сержелерінің севгасының мүкафатыны елде етті. Селсебелке манеджілері есе жүмкіретімізні Парижде тақдим етті. Буақта невбеті келіп хамыз. Қырым Мундислік педагогика университетінің хоры Ахмежитте зенаатлар ярмалығында ерлай. Георгий Данилянның фильмінден әркезге белі «Я шагаю по Москве» еріні ижра етелер. Кечкенлері Қырым Мундислік педагогика университетінің хоры Московская весна серлевалы рағбетлі фестивальде сержілер севгісі мүкафатына қазанды. О майысының бірінден 12-сіне қадар пайтақта кечті. Ведунияның 26 мемлекетінден 195 иштиракчыны топлады. Это было действительно невероятное, непередаваемое ощущение. Надеюсь, что в следующем году мы также поедем и все сложится, и мы также будем представлять Крым на этом великолепном конкурсе. Қырым сакинлері 20 адам теркімінде классик ве хақ әсерлеріні зиманеврештірілген шекілде ижра еттілер. Сержілеріні әмде Қырым татар ерларынан қувандырдылар. Бұл чықыш интернетте ән чоқ рей топлады ве ғалип чықты. Мы выступали на таком большом концерте в парке Зарядье, на огромной сцене. Нас везде очень радушно, очень хорошо принимали. Я думаю, для нас, для нашего университета, это очень большое достижение, да и не только для университета, и для всего Крыма. Бойся Али оқып юртның да бір ансамблі. Френкенстан санасында Қырымлы селсебел кеманежелері. Звезды в Париже адлы халқара фестивальде Қырым татар нағмелері евелді янғыраған еді. Қырым Мундислік педагогика университетінің ансамблі «Чалға әдетлер ижады» номинациясында бірінші дереже лауреаты олды. Музыкаль санат кафедрасының студентлері соло ижра етуде халқара фестивальның мүкафатларını elde еттілер. Помимо произведений мировой классики, мы представляли еще крымско-татарскую музыку. И вот, наверное, все-таки это была самая большая гордость. И среди многих стран мы выглядели очень даже достойно. Халқара фестиваль майысының 6-дан 8-не қадар девам етті. Тедбір yüzlerce istidatlı яш ижрачыны қабул етті. Оларының яшы 20-ге бүтін дүниядан топланған итибарлы жюри азалары иштиракчилерге 10 баллық система бойынша қимет кесті. Эн буйық баллар алған конкурсантлар ғалип чықтылар. Было, знаете, как-то сказочное такое явление, вроде сцена, но в Париже. И принимали так, как будто они знали эту программу, или узнавали, или им действительно это понравилось. Эки коллективде яны музыкали халар яратылуы üzerinde çalışmağa devam eteveyleri de öz icadının kovandırmağa söz berem. Naджия Исаева, Илмас Аблакимова, Миллет үшін. Ачық havada галерея. Краснодардан келген урбанист-ресамлар 2-ші санлық мезет клиник Лоқсаханесінің диварларыны яраштырдылар. Ендіден бинанын оқ тарафыны ренклер ресімлер яраштыра. Мұғыбіріміз Айша Шулакова соқақ есерлеріні өз көзлерінен көрді. Ескі дивар бір қач боя балончығы вересамның истидаты. Стрит-арт үшін бұл етерлідір. Бу ярамазлық дегіл бузе маневий санаттыр. Краснодардан урбанист ресамлары эски биналарға яны омур бағышлайлар. Бөле етіп, Ахмеджитеке 2-ші санлы клиник Лоқсаханенің ескі көрінішы яны арт-объектке чевірілді. Көк диварларға қаршы күрешке Таврида 5-0 форумның иштиракчилері қошылдылар. Ничего не было, то есть серенькая, невзрачная. Роддом самый лучший, а стена никакая. Шымды Лоқсаханенің оқ тарафы Дисней мультфильмлеріні андыра. Эски манзара еріне лейлеклер, құндық баллары ве табиат. Бала массаларының қараманлары таш диварлар үстінде санки жанланды. Я бы сказал профессионально
прекрасно, здорово, а сленгом, наверное, современным, да обалденно все. Краснодардан келген 5 рет самға бутун бина берілді. Эм канун бозулмай, эмді жан сықыжы манзара баяғы дүлберлешті. Да бірді ичтимai акцияда иштирак етілді. Тематически решили подобрать, это как раз детская тематика, новорожденные дети, младенцы, вот, и аист, то есть рождается как бы жизнь из счастья. Дальше идет, ну, уже тематика более воздушная, плавная, чтобы подчеркнуть полностью фон всего здания в одну целостную концепцию. Шедевр яратылмасы üçün 15 saat вақыт 280 баллончик боя масраф етілді. Әрбір рессамның шахси услубы бар, ама әрбір қысым умуми манзараға уйғын олмалы. Вообще шикарно, весело, так интересно, молодцы ребята. Красиво, очень хорошо. Супер, все круто, мне нравится. Молодцы. Адет үзре стрит артның сейірчілері кешкен кеткенлер олалар ве бойлы есерлерге тек мусбет мунасебет көстерелер. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Қырымда Невбетеке футбол ратлық күнлері кечті. Қырым футбол бірлігі чемпионатының 26-шы туры черчевесінде Бақчысарайлық Қызылташ турнирінің лидері Севастополь адлы футбол тақымынан ойын кечірді. Нейтраль мұхлес үшін матч идеал шекілде кечті. Сека стопырылда мелге кечірілмеген пенальти. Ойындан четлештірілу ве мейданын ербір қысмында ысрарлы көрешув. Қызылташ бірінші таймда ос мұхлеслеріне ақықы футбол масалы елі қувандырды. Олар 14-шы дақаға рақыпның қапыларына үч топ ұрды. Амақ ярлылар ойынға қайтып олдылар ве Бақчысарайлыларға 5 топ ұрдылар. Матч 3-5 эсабы елі екінленді. Разобрали все, получается. И как бы, ну, в обороне, ну, опять-таки, тоже все разобрали. В обороне тоже все разобрали. Ну, пропустить 3 гола со стандарта, как бы, ну, это тоже какой-то абсурд. То есть, получается, ребята, которые играли впереди, выполнили свою функцию, а которые играли сзади, чуть не выполнили функцию. И, конечно, с 15 минут поверить в свою победу, играть на удержание, но это, ну, абсурд и глупость. Ребят, ну, во втором тайме чуть перестроились, как бы, ну, им большое спасибо. То есть, если брать, наверное, предыдущие 2 игры, где мы играли, там, с Керчи играли, где играли с Евпаторией, то мы, наверное, прыгнули на голову вперед, да, то есть шагнули очень далеко. Если честно, это, наверное, одно из самых обидных поражений. Я не знаю, сейчас с ребятами зашли, просто все отдали, все эмоции, все силы. Я считаю, что касается игры, мы сегодня реально были лучше, чем Севастополь. И контроль мяча, и опасных моментов было больше. Грубо говоря, они нам 3 стандарта вот эти в первом тайме, и у нас был 100% момент, как говорится, не забиваешь, ты забиваю тебе. Шымдықы саатқа бұл мәліматының епсі келечек қабірлер программасының қачырманасы ве бозылы олыныз.